Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Екпінді ауылы номер 166 жалпы орта мектебінің 2-ші сынып оқушысы Мейірбек Кәусар. Абай Құнанбаев. Күз сұр бұлтсы суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу мамас сапсиды салы биен, салбыраңқы тартыпты жыртық киіп, енесіне үйіртіп шуда жүрін. Жас қатында жыртылған жамайды үй, қасқырна қатар асып қайтса бермен, астында ақшымшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабыр қаңқы, күлкі ойын көрім билесейін сүйрен. Кемпір шал құшан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек сорпа су тимеген соң, үйде үй жоқ тышқан алып қайда көрсең. Күзеу толған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаңы. От жақпаған үйінің сыры қашып, ыстан қорған қазақтың құрсын заңы.